Менструальды цикл дегеніміз әйелдерде қалыпты жағдайда әр ай сайын вагинальды қан кетумен көрініс беретін құбылыс. Бұны месячный деп те атайды. Жалпы қыз бала дүниеге келгенде оның аналық безінде 100-ге жуық жұмыртқа жасушалары болады. Бұлар жыныстық жетілгенге дейін активті күйде болмайды. Менструальды цикл 10-15 жас аралығында басталуы мүмкін, бірақ әркімде әртүрлі уақытта басталады, яғни организмге байланысты. Бас миында гипофиз, гипоталамустан арнайы гормондар бөлінеді. Бұл гормондардың негізгі мақсаты аналық безінің арнайы жыныс гормондарын бөліп, менструальды циклды бастауы үшін. Менструальды цикл 51 жасқа дейін болады. Оның ұзақтығы 3 күннен 8 күнге дейін болуы мүмкін. Менструальды цикл 3 фазада өтеді. Ең алғаш бірінші фаза бұл алғаш қан кеткенде басталады және 14 күнге созылады. Гипофизден арнайы фолликула стимулдаушы гормон, яғни ФСГ гормоны бөлінеді. Бұл гормон фолликуланы стимуляциялайды. Солай фолликуладан эстроген гормоны өндіріледі. Өндірілген эстроген гормоны 12-ші күні өзінің пик дәрежесіне жетеді. Солай жатырдың шырышты қабаты, яғни эндометрий қабатының қалыңдауына, оның қан тамырларымен толуына алып келеді. Бір сөзбен айтатын болсақ, әйел организмі жүктілікке дайындалады. 14-ші күні лютеинизирующий гормон мен фолликула стимулдаушы гормон бөлінеді. Бұл бөлінген гормондар фолликуладан яйцеклетканың сыртқа шығуын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге лютеинизирующий гормонның деңгейі жоғарылап, қысқа уақыт ішінде тестостерон гормон деңгейін жоғарылатады. Солай жыныстық активтілікті күшейтеді. Фолликуладан шыққан яйцеклетка фаллопиевый трубаға түседі. Фаллопиевый трубаның ішінде арнайы волостықтар болады, яғни яйцеклетканың жылжып маткаға қарай жетуін қамтамасыз етеді. Фаллопиевый трубада сперматозоидтар яйцеклеткамен кездесетін болса, онда ұрықтану осы жерде жүреді. Яйцеклетка фолликуладан шыққаннан кейін фолликула қалыңдап, сары дене түзеді. Яйцеклетка кеткеннен кейін фолликула стимулдаушы гормон мен лютеинизирующий гормон деңгейі төмендейді. Ал жаңағы түзілген сары денеде прогестерон гормоны бөлінеді. Егер сперматозоид пен яйцеклетка қосылып ұрықтану болса, онда прогестерон гормонының бөліну ары қарай жалғаса береді. Солай эндометрийдің ыдырауын алдын алады. Егер сперматозоид пен яйцеклетка қосылмаса, яғни ұрықтану болмаса, онда яйцеклетка 24 сағаттың ішінде ыдырап кетеді. Солай өз кезегінде сары денеде ыдырап бастап, прогестерон гормонының деңгейі төмендейді. 14 күннен кейін эндометрийдің, яғни жатырдың шырышты қабаты ыдырап бастайды. Солай менструальды қан влагалище қынап арқылы сыртқа қарай шығарылады. Менструальды цикл кезінде қыздарда және әйелдерде қынаптан қан кетумен қоса басқа да өзгерістер болуы мүмкін. Мысалға, бастың ауруы, шаршағыштық сезімі болуы, сонымен бірге іш, бел тұсының ауырсынуы, көңіл күйдің болмауы, раздраженный, яғни ашуланшақ күйде болу, тамаққа деген аппетиттің жоғарылауы, іш тұсында вздутия болу және көкірек тұсының ауырсынуы болуы мүмкін.